Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараймыз. Салатқа керекті заттар: қайнатылған ет, жұмыртқа, огурцы, помидор және кукуруз. Бандуэл деген кукурузды қолданамын, дәмі өте тәтті болып келеді. Және айсберг капустасы. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Бұл салатты ауызашарға, алда келе жатқан ауызашарға жасасаңыздар өте керемет, сочный салаттардың бірі. Барлық керекті заттардың барлығын ұзынша етіп осылай турап шығамыз. Етімізді осылай ұзынша етіп тураймыз. Өте оңай салаттардың бірі. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Келесі кезекте жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаның ақ уызын ғана қосамыз, сары уызын қоспаймыз. Себебі сары уызды қосатын болсақ, салатымыз өте құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін тек ақ уызын ғана қосамыз. Жұмыртқамызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте помидорымызды тураймыз. Помидорымызды тоже ұзынша етіп турап шығамыз. Өте оңай салат. Мектеп оқушысының өзі жасай алады бұл салатты. Помидорымызды ұзынша етіп турап алдық. Келесі кезекте огурцымызды тураймыз. Біздің үйде осы салатты барлығы жақсы көреді, сүйсініп жейді. Балаларым да қатты ұнатады, себебі құрамында ет болғандықтан. Келесі кезекте айсберг капустамызды тураймыз. Бұны да ұзынша етіп турап шығамыз. Айсберг капустасы болмаса үйде салатный листті турасаңыздар болады. Ол да жоқ болса капуста, обычно капуста қоссаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Ең соңында кукурузымызды саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Ең соңында майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Диана.